Қайырлы күн, қалайсыздар? Сәлем, сіздермен Алтынай, коуч, психолог. Парақшаға қош келдіңіздер. Жаңадан қосылып жатқандар өте көп екен, мен өте қуаныштымын. Бұл пайдалы парақша, пайдалы контент. Өмірді өзгертуге, ойды өзгертуге, денсаулықты жақсартуға, күйеумен қарым-қатынасты жақсартуға, энергияны арттыруға, ақшаны көбейтуге, өкпе реніштен арылуға, байда қуатты болуға арналған парақша. Егер сіз өзіңіздің өміріңізді сапасын өзгерткіңіз келсе, ішкі халіңізді жақсартқыңыз келсе, энергияңызды арттырғыңыз келсе, табысты, бай, қуатты болғыңыз келсе, бақытты болғыңыз келсе, жолдарын мен айтамын, өзімнің тәжірибемнен бөлісіп жатырмын. Аспаннан алып жатқан нәрсе емес, өзім дәмін татып, жақсы нәтижелерін көріп, соны сіздерге бөлісіп жатырмын. Өйткені өзің көрмеген нәрсені, өзің жасап көрмеген нәрсені, результатын көрмеген нәрсені қалай айтасың? Қалай айтам мен? Мынаны істе, мынаны бүйт, сөйт деп, мен өзім оны жасап көрмесем. Сондықтан да өзім кейспін. Мынау техникалардың, білімнің кейсі өзім, және де клиенттер. Яғни маған көмекке жүгінген адамдардың бірен-саран нелермен, отзывтармен, кейстермен, нәтижелермен арасында бөлісіп отырамын. Енді бүгінгі сабақ, бүгінгі эфир ойды өзгертуге арналады. Ойымызды қалай өзгертеміз? Қит етсе болды, ойыңды өзгерт деген сіз көп естіген шығарсыз, көп естіген шығарсыз. Енді қалай сол, қалай енді айтсаңдаршы, енді не істеймін, ол қалай мен мына ойымды өзгертемін деген сұрақ туындайтын шығар сізде. Комментарийде жазыңыздаршы, бөлісіңіздерші. Вот сондай естисіздерді, вот енді не ол, қалай ойды өзгертем деген сияқты сұрақ туындай ма? Жазыңыздар. Енді қараңыз, ойды қалай өзгертеміз? Сіз не туралы көп сөйлейсіз? Сіз не туралы көп сөйлейсіз? Сол көбейеді. Не туралы көп сөйлесеңдер, сол көбейеді. Ауру туралы айтатындар көбінесе ауыратындар. Ауруды ғана айта береді. Конечно, ауру көбей береді. Ал шүкірлік еткендердің нығметі арта түседі. Яғни рахмет, алғыста болған, шүкірлік етіп, благодарный болғандардың өмірі жақсара береді. Ол расымен де сондай. Енді өзіңізге анализ жасап көріңіз. Сіз не туралы көбінесе айтасыз? Ойыңды өзгертсең, өміріңде өзгереді. Расымен де бұл действительно 100% жұмыс жасайтын техника ғой негізі. Ойыңды өзгерту. Бұл бірақ ойды бір секундта, бір пәсте, яғни бір мезетте ол өзгермейді ол. Өйткені ми тек қана негативті көріп үйреніп қалған. Соны бүйтіп бұрып тұру керек, постоянно бұрып тұру керек. Жақсы ойла, бүйтіп жақсы ойла, ана жаман жаққа кетіп баратса, бүйтіп бұрып тұру керек, жақсы ойла деп. Қандай көзқараста болсаң, өміріңнің сапасы да соған байланысты. Бір дана кісі айтқан екен: әлемді жақсы көре білген жақсы ойлайды, ал жақсы ойлаған өмірінен ләззат алады. Қараңыз, қандай керемет. Жақсы ойлаған өмірінен ләззат алады дейді. Өйткені постоянно жақсы ойда ғой. Постоянно жақсы ойлайды, жақсы сөз сөйлейді, жақсы әрекеттер жасайды, ішкі халі жақсы, тыныштықта. Сонда ол адам өмірден ләззат алмағанда кім ләззат алады? Ал егер жаман сөз айтып, жаман ойлап, қорқып, үркіп, панический атака беріліп отырса, оның өмірі тозақ болады ғой. Өмір тозақ болады. Анау не бар ғой, сол уайым деген нәрсе адамды жеп қояды ғой, жеп қояды. Үйде отырып алып, уайымдап сыртқа шыға алмайтындар да болады. Менде бір сондай клиент болды, сондай запроспен келіп, қорқыныш, үрей. Үйден жалғыз өзі шыға алмайды. Жалғыз өзі шыға алмайды, қасында обязательно бір адам болу керек. Өйткені даже мына магазинге, тағы не, торговый центрларға, базар, өзімен өзі, бір парк, сарк деген сияқты бірдемелерге шығайын десе, қорқады. Осы нәрсе кімге таныс? Панический атака деген кімге таныс? Комментарийде жазыңыздар. И вот сондай адам маған көмекке жүгінді. Мен қорқам дейді. Сөйтіп, онымен жұмыс жасау барысында оказывается түбі оның қайдан, ол қорқыныш деген нәрсе, бір шылчокпен бит кемет оған
келді ғой ұзақ уақыт бойы. Сөйтіп оның түбі балалық шақта екен. Балалық шақта қорқып қалған, ренжіп қалған, әсіресе ата-анасына деген өкпе реніші қара қазандай. Сөйтіп үлкен физикалық тұрғыдан үлкен болғанмен жасы мысалы ол кісінің жасы 40-та еді, даже 45-тен еді, қандай еді, ұмытып қалдым ғой. 40 пен 45-тің арасы еді. Сол жасына қарамастан үлкен ғой, мысалы 40 жастағы адам, ересек адам считается. Сол 40 жастағы, 45 жастағы адам жалғыз өзі шыға алмайды сыртқа. Сондай до того қорқыныш деген нәрсе адамды көбінесе билеп алады, былай полностью билеп алады да, адам парализованный болып қалады. Қорқып. Вот соның түбі балалық шағында. Яғни балалық шақта көп реніш көрген, ренжіткен, то есть ата-анасына деген реніші бар, ата-анасы игнор қылған, тағысын тағы, в общем, ата-анасына деген түбі ренішпен болып шықты ғой. И сол реніштен, қараңыздар, реніштен арылған кезде, внимание, ренішінен техника жасау арқылы ол кісімен жұмыс жасадық, трансформация болды ол кісі. Сөйтіп жұмыс жасағаннан кейін өкпе реніштен арылды ғой. Арқамнан бір жүк түскендей болдым деді ғой. Арқамнан бір ауыр жүк түскендей болып, күшті болып қалдым, жақсы болып қалдым. И өзімен, яғни жалғыз өзі спокойно көшеге, далаға шыға алатындай, даже жұмысқа тұрып кетті ол кісі. Қараңыздар, сонда қорқыныш, вроде бы қорқынышқа, страхқа, ой страх, ой қорқам дегенге мән бермейді. Немесе қатты қорқамын деп үйден шыға алмайтындар бар. Үйден шыға алмайды. Қандай адамды билеп алады, ауру, қорқыныш деген. Ауру болып қалады ғой, ауру. Панический атака деген ол бір мезетте бір пәсте пайда болатын нәрсе емес ол. Соған бүйтіп ақырын келді ол кісі. Сөйтіп сол техникамен, сол медитациямен, сол айтқан нәрселермен жұмыс жасау барысында бүйтіп бірте-бірте неден арылды, өкпе реніштен. И арылғаннан кейін қаншама ол адамның ішінде жалпы энергиясы бүйтіп булығып қалады ғой. Энергия, күш, бәрі бүйтіп булығып қалады ішінде. Өкпе ренішке кетіп жатқан нәрсені негізі сол өмір сүруге, жұмыс жасауға, рахаттан өмір сүруге, өзінің сүйіктісімен айналысуға, балашаға, күйеу, тағысын тағы соған бағыттайтын энергияны өкпе ренішке бағыттаған. Көрдіңіз бе? Өкпе реніш, ал өкпе реніш адамды мүжейді. Іштей мүжіледі адам. Іштей мүжіліп, қорқып, өзіне сенімсіз болады. Сөйтіп, трансформациядан кейін ол кісі өкпе реніштен арылып, өзіне деген сенімділігі ұлғайып, жұмысқа тұрды, өкпе реніштен арылды, прям басқа адам болды ғой, на глазах, прям на глазах. Вот, енді қараңыздар, достар, ол қорқыныш деген уайым ғой, уайымнан келеді ғой, уайым, бірінші кішкене аздап уайымдайды, оны контролировать ете алатын адам болады, контролировать ете алмайтындар болады, қорқып етіп ше, отырып, қалай ана өлең бар ғой, үйде отырып салғанмен сары уайым, тілегенін тұрама саған дайын. Ойланып жүріп тұрып көрсең, істеп көрсең, көресің харекеттің сонда жайын дейді. Әрекет істеу керек та. Қорқынышты әрекетпен кетіресің. Қорқынышты ойыңды өзгертіп, ойыңды жақсы жаққа өзгертіп, бағытың өзгертіп, сөйтіп, ойың да өзгереді, қорқынышта сейіле береді, өзіне деген сенімділігін ұлғая береді. Вот көрінсе, цепочка бір-бірімен қандай связаны. Кішкентай сол уайымнан басталады негізі. Дер кезінде сол өзіңіздегі анықтай алсаңыз, оказывается, менде мынандай бар екен, бұндай, мен қатты уайымдайды екем, мен қатты қорқады екем, сондай деп өзіндегі сондай диагноздарыңызды анықтай алсаңыздар, вот сол бастауы ғой, сол нәрсемен жұмыс жасау керек та. Жұмыс жасау керек. Енді қараңыз, не туралы көп сөйлейсіз? Не туралы көп сөйлесеңіз, сол болады, сол көбейе береді. Ана көпіршік секілді бүйтіп ұлғая береді да, ұлғая береді. Соған өзіңізге
бір анализ жасап көріңіз. Не айтасыз, не туралы көп сөйлейсіз, өзіңіз жайында не туралы сөйлейсіз, қандай сөздерді, адамдар жайында, мына өмір жайында, өмірге деген көзқарасыңыз қандай сапада. Ваша жизнь зависит от ваших мыслей. Вот мысли. Ойыңыз қандай сапада, ой қандай сапада, төмен ба, жоғары ма, яғни качественный мысли ма, или негативный ма, или позитивный ма, осыған байланысты. Расымен де осыған байланысты. Вот қойшы сонда позитивті ойласам болды ма, өмірім күшті болып кете ма, өзгеріп кете ма, бірден жақсы болып кетем ба деп скептикалық көзқараста қарайды. Ой, қойшы деп бүйтіп қолдарын сілтейді. Вот қараңыз, сіздің өміріңіз ғой бұл. Сіздің өміріңіз. Әр адам өзіне жауапты. Әр адам өзінің өмірін таңдайды. Сіз қазір қандай өмірде сүріп жатырсыз, қалай өмір сүріп жатырсыз, ол сіздің таңдауыңыз. Я, сіздің таңдауыңыз. Сіз үшін басқа біреу таңдап берген жоқ қой. Сіз бұл өмірге солай келдіңіз ғой. Дұрыс па? Солай ма? Адам аспаннан салбырап түспейді. Сол нәрсеге ақырын келеді. Оған сіздің кешегі ойларыңыз, алдыңғы күнгі ойлар, былтырғы, алдыңғы, сол 5 жылғы, 10 жылғы деген секілді, сол нәрсе сізге қазір өміріңіз қандай, қай жердесіз, кімменсіз, қалай өмір сүріп жатырсыз, сол тікелей байланысты. Сіздің өміріңіз вот сізге ғана қызықта, действительно, сіз үшін ешкім алаңдамайды, сіздей алаңдамайды. Вот осыны түсінген кезде сіз өзгеріп бастайсыз, сіз уже қимылдай бастайсыз, сіз әрекеттеніп бастайсыз, талпынасыз. Содан басталады өзгеру деген. Анау өзгеріс кімде болады жақсы білесіз ба? Вот қатты мынандай қиналған кезде, тупикке бүйтіп тірелдім, міне болды, өлдім, жеткен жерім міне осы, мен басқа жерім жоқ баратын, жеткен жерім міне осы, выход жоқ деген сияқты. Вот сондай состоянияда болған кезде адам өзгереді. Реально өзгереді. Ал зона комфортыда болғандар, зона комфортыда отырғандар өзгермейді. Өзгеріс қатты мынандай байқалмайды, білінбейді да, болмайды да. Өйткені зона комфортыда отыр. Не алады ол? Тұрмысып, талпынып, әрекеттеніп. Зачем? Өйткені зона комфорты ғой. Ал когда мынандай тупикке тірелген кезде, вот сол кезде адам уже қыбырлай бастайды, жыбырлай бастайды. Қалай өзгертсем екен, не істесем екен, мынадан қандай шығам, мына ситуациядан қалай шығам, мынаны қайтып реттеймін деген секілді уже қимылдай бастайды. Қимыл деген не ол? Ойы уже басқаша не қылып бастайды, ойлап бастайды. Ақырын өзгеріп бастайды ой. Вот осы кезде өзіңізбен жұмыс жасау керек. Өзіңізбен жұмыс жасауды қолға алу керек та. Өйткені сіз үшін біреу жасап бермейді оны. Сіз үшін біреу жасап бермейді. Әркім өзіне өзі ғана жауапты екен. Өзі ғана жауапты, ешкім еш нәрсеге міндетті емес. Андай біз міндеттеп қоямыз, міндеттеуші психология. Анау міндетті, күйеу міндетті, ата-ана міндетті, мемлекет одан қалса тағысын тағы. Все, кроме меня. Мен қайда қалдым сонда? Бұл міндеттеуші психология. Егер сондай күтіп қойсаңыз, анау үйткенде, анау биткенде, ол жасау керек қой, неге мен жасауым керекпін, нафиг мне нужно деп, сондай халатный отношенияда отырсаңыз, өміріңізде сондай беспорядок болады да, хаос болады. Жоқ, бұл мен өмірім, маған қызық қой. По сути, по идее, маған ғана қызық, менің арман мақсаттарым, менің хотелкаларым, менің желанияларым, менің действияларым маған ғана қызық. Ол күйеуге, бала шағаға, ата-ене, өзімнің ата-анама, мысалы туған туысқандар қызық емес ол. Қызық емес. Вот сіз де өзіңізге байқап көріңіз. Мысалы арман мақсаттарыңызды сөйтіп айтып бөлісіп көрсеңіз, қойш, қумаш дейді ғой. Қумаш қоя салыңыз, қайдағы? Сен қайда, ол қайда деген сияқты да. Сен өзің қайдасың, арманың қайда деген секілді сондай айтады. Это нормально. Өйткені оған қызық емес та.
ол адамға сіздің арманыңыз, сіздің мақсатыңыз, сіздің өміріңіздің өзгергені, тағысын тағы оған қызық емес. Потому что ол оның желаниесі емес. Сізде негізі отправная точка желание ғой. Желаниядан бастау алады. Мен ойымды өзгерткім, мен өмірімді өзгерткім келеді деген желание болу керек. Сізде ішіңізде желание болса, уже дән егілді деген сөз ғой. Дән егілді, и дұрыс бағытта, дұрыс әрекеттер жасасаңыз, өміріңіз өзгереді. Дұрыс бағыт деген не ол? Дұрыс әрекет деген не ол? Дұрыс бағыт деген жақсы ойлау керек. Өзің жайында, Құдай жайында, адамдар жайында, жалпы өмір жайында жақсы ойлауға әрекет етуіміз керек екен да. Сонда адамның хәлі, ішкі хәлі ақырын жаймен өзгеріп бастайды. Енді оны бірден жұмыс жасап кете алатындар бар. Өзімен өзі сам себе психолог болып жұмыс істей алатындар бар. Өзімен өзі отырып жұмыс істей алмайтындар да бар. Негізі әр адамға өзінің бір сүйікті бір техникасы, сүйікті бір несі болады, бір әдісі болады. Мысалы, кейбірлер жазғанды жек көреді. Например, ой, қош отырам ба сол жазып дейді. Біреулер жазғанды жақсы көреді, біреулер аудио тыңдағанды жақсы көреді, біреулер айтқанды жақсы көреді, біреулер видео қарап жасағанды жақсы көреді деген сияқты да. Сол сізге қайсы нәрсе көңіліңізге жақын? Жазған ба, немесе біреумен сөйлескен ба, немесе ішіңізді ақтарып бітіп сырласқан ба, немесе просто өзіңізбен өзіңіз отырған ба деген секілді. Әр адамның өзінің бір сүйікті техникасы, әдісі, методы болады, работающий методы. Өйткені адамға ол приятно, өзіне ыңғайлы ғой, өзіне керек нәрсе да. Өзіне керек па, ол жасайды. Керек емес пе, жасамайды екен. Вот соны байқағаным. Адамдар мынандай категорияда, әсіресе әйелдер, әйелдер келеді ғой маған көбінесе, әйелдердің мынандай бір 2-3 категориясы болады екен. Жыланатын әйелдер тек қана жылай береді. Жыланатын деген не ол? Анау жаман, мынау жаман, анау үйтпейді, мынау бүйтпейді, маған көңіл бөлмейді, внимание бөлмейді, мен болса бәрін жасап жүрмін, ол үйтпейді, сөйтпейді деп тек қана жыланып жүретін әйелдер болады екен. Тек қана жылайды. Оған мынандай техниканы айтсаң жасамайды. Потому что ойының барлығы жалыбға кеткен ғой. Жалып, тек қана шағымдана береді. Вот жылайтын, шағымданатын әйелдер болады. Андай выговориться надо да. Ішіндегісін айтып салса, жақсы болып қалдым, сізбен сөйлесіп, жақсы болып қалдым дейді. Ана техниканы жасадыңыз ба, тапсырманы орындадыңыз ба, мындай жасау керек, бұндай десем, нормально, қазір сөйлесіп сізбен жақсы болып қалдым дейді. Сосын кішкене жақсы болып қалды ма, ананы қоя салады, орындамайды. Сосын қайтадан іші толып қалып, сондай жиналады ғой, реніш өкпе, қайтадан не алады, выговориться надо. Вот жылауықтар, шағымданып, жыланып жүретін әйелдер. Келесі категория жыламайды, неғылмайды, мен тірелген жерім осы, маған конкретно бар ма техника, мынау жаса деп айт, мен жасайын деп, конкретно уже пісіп келген адамдарда, лишь бы жасайды олар. Бол, жаз десең жазады, мынаншада тұр десең тұрады, мынаны істе десең істейді, жүгір десең жүгіреді деген сияқты да. Вот бұл екінші категория, бұл басқа категориядағы адамдар. Ал үшінші категорияда зона комфорты да болады ғой, бір күні болады деп кішкене бір иллюзияда жүрген адамдар. Сіз қай категорияға кіресіз, қыздар? Қай категориядасыз? Енді не туралы көп сөйлесең, сол көбейеді деп жатырмын ғой. Расымен ойымыздың сапасы өмірімізге тікелей әсер етеді. Ойыңыздың сапасы қандай? Енді мен кішкене кейспен бөлісейін. Бұл кісілердің рұқсатымен әрине. Бірінші ханым, аты жөнін айтпай қойын, үйде отырған ана, маған сондай көмекке келді. Мен үйде отырып қалдым, декретте отырып қалдым. Декреттен кейін кәдімгідей біраз отырып қалған ғой, біраз жыл, то есть. И желание бар жұмысқа, бірақ қорқамын. Уже
отвыкла дейді, үйде көп отырып қалғаннан соң отвыкла дейді. Сөйтіп сондай запроспен келді. Сөйтіп трансформация бірге жасаған соң, яғни трансформация деген өзгеру ғой, өзгерістен кейін, яғни өзімен жұмыс жасағаннан кейін адам өзгереді. Сол өзгерісі қандай? Өзінің сүйіктісін тапты и сол бағытта жұмыс жасап жатыр қазір. Қандай күшті, е? Егер сіз үйде отырған ана болсаңыз, өзіңіздің сүйіктісіңізді таппай жүрген болсаңыз, қараңыз, біліңіз, сізде ол әр адамда бар ол сүйікті іс, жалпы қолынан келетін нәрсе бар. Талант бар, қабілет бар, Құдай берді ғой бізге, бәрімізге берді. Бекерден бекер бізді жаратпады. Сізде де бар сондай талант, просто надо соны искать, жасау керек и бағытын табу керек. Өзіңмен жұмыс қой, бұл былайша айтқанда өзіңмен жұмыс. Бұл қараңыз, жалпылама айтылып жатқан нәрсе. Жалпылама. Өзіңмен жұмыс деген техникалар, методтар, методикалар, оны медитациялар. Медитацияға не қарайды, немқұрайлы қарайды. Жасамайым дейді. Вот медитацияда тоже көмегі өте көп. Әсіресе сол күйзелісте жүргендер, тревоганы түсіруге көмек беретін бірден бір техника осы медитация. Ол медитацияның түрі бар. Айтатын медитация, сөйлейтін медитация бар, отырып жасайтын, тұрып жасайтын деген сияқты да. Жатып жасайтын, жатқызып қойып жасайтын, нейрондарды несін байланыстырып өзгертетін медитация. Ол да әсер етеді. Енді қараңыз, өз сүйікті ісін тауып, жұмысын қазір жасап жатыр. Сөйтіп, не қылады, сүйінішін, қуанышымен бөліседі. Мен өзімнің сүйіктісін таптым ғой, өзім сүйіктісін. Вот кайфую, я делаю дейді да. Вот классно, күшті, я қандай. Ана адам құр отырса да тоже жалығады ғой. Құр отырып үйде тек қана бала-шаға, үй тағысын тағы болғаннан да адам жалығады. Ол деген сөз барлықтарын ойбай декреттегі аналар барып бүткіл далаға шығып кетіп жұмыс істеп кетіңдер деген нәрсе емес. Ол индивидуально. Адам өзінің ішіне көңіл бөлу керек. Прислушайтесь к себе. Вот хотите сондай жұмыс жасағым келеді, менде ел қатарлы елдермен араласып, сөйлесіп, шығып деген сияқты. Чтобы мынақта күйеумен де сөзге келіп қалмайтында, е? Тамам. Күйеумен де сөзге келіп қалмайтында, и бала-шағасына да кесір тимейтіндей, в общем, жұмысын да қатар алып жүретін, үйін де қатар алып жүретін, сондай график қылып, сондай жұмыс тауған ғой бұл кісі. В общем, сондай. Келесі, мына ханым өкпе ренішпен, запроспен келеді. Менде врачқа барған, негізі бұл адам, сөйтіп врачқа судорогасы ұстап қалады екен. Талып қала береді. Сөйтіп скорыймен барады қайта-қайта. Сөйтіп больницаға барса, вроде бы барлығы жақсы, анализдері жақсы, несі жақсы, сен қай жерін мазалайды деген ғой. Мен осылай талып қала берем деген, судорогым тартылып қалады екен, тамырлар ше тартылып. Ол, білесіз ба, қатты қорқса да адам талып қалады, қатты қорқса да тырысып қалады, қан қоюланып сөйтіп кетеді. Ол тоже талып қалу, ыстықтан талып қалады, давлениясы көтеріліп кетіп талып қалады, әртүрлі ғой. Ал бұл мысалы, бұл адам, бұл ханым дені сап-сау, анализ тапсырады, көрінеді, докторға көрінеді, врачқа көрінеді, сөйтіп, сізде бәрі жақсы, сіз может психологқа барасыз деп айтқан ғой, врач кәдімгідей. Сөйтіп маған сондай немен келді. Мен больницаға не қылдым, талып қалдым, скорыймен алып кетті, бір емес, бірнеше мәрте. Сөйтіп маған врач айтты дейді. Может, сіздің анализдеріңіз бәрі жақсы, не пойму, не үшін сіз өйстіп талып қалғаныңыз, қатты қорықтыңыз ба, не қылдыңыз ба? Может, сіз психологқа, сондай психотерапевтке может барып көрерсіз деп ұсыныс айтқан екен. Содан кейін бұл кісі психологтарға жүгініп бастаған. Психологтарды іздеп, ол қалай сонда, мен бірінші ондайды естіп тұрмын, қалай сонда деп, сондай запроспен келеді. Жап-жас қыз ғой, мысалы, жаңа тұрмысқа шыққан келіншек. Сөйтіп, реніш. Бұл ханымның талып қалатыны, қорыққандығы, реніші, қорқынышы. И өзін қабылдай алмауы. То есть,
әкесімен байланысты да, әкесімен байланысты. Әкесі кішкене қаталдау болған, сондай оның барлығы жұмыс жасау барысында шығады ғой. В общем, сөйтіп трансформациядан кейін қорқыныш пен реніштен арылып, күйеуімен қарым-қатынасын жақсартты, әкесімен қарым-қатынасын жақсартты. То есть өкпе реніштен арылды, қорқыныштан арылды. Панический атака ғой, сол судорога ұстап талып қалу деген панический атаканың кульминациясы ғой, шарықтап кетеді. Оған да абай болу керек. Сөйтіп өкпе реніштен арылып, қорқыныштан арылып, күйеуімен қарым-қатынасын жақсарып, жақсы тәтті семья болып отыр қазіргі таңда. Келесі мына біздің ханым тоже қорқыныш, панический атака, реніш, өзіне деген сенімсіздік, жаңағы үйден шыға алмай сондай отырады. Өкпе реніш, панический атака, қорқыныш деген нәрсе адамды парализовать етіп тастайды ғой, парализовать етіп тастайды. Сөйтіп осы трансформация, яғни өзімен бұл ханымдарда запрос болды, желание болды. Мен өзімді, өмірімді өзгерткім келеді, что-то со мной не то. Неге мен өйстіп талып қалып жатырмын, неге мен қорқып жатырмын, кімнен қорқып жатырмын, ол қайдан келген қорқыныш, кімге мен ренжіп жатырмын, қашанғы реніш, ол жиналып қалады реніш, өкпе, сондай өкпе, реніш, претензия дегендер ше, негативтердің бәрі адамның бойында жиналып қалады ғой, жылдар бойы. Онымен жұмыс жасамаса, онымен проработка істемесе, оны жазып шығарып тастамаса, немесе осылай техникалармен жасап тастамаса, адам іштей жарылады. Жарылады деген ол қалай? Ұрсады, айқайлайды, нервозность болады, нервный болады, раздраженный болады, уже психикасы да шаршаған, өзі де шаршаған, ешнәрсе қызық емес, бәрін айқаймен, сондай мазасыздық, сондай болады адам. Мазасыз болады. Мазасыз адам, яғни ішкі жан дүниесі мазасыз ғой. Соны мына айнала көрсетеді. Өмір, мысалы, сіздің өміріңіз, адамның өмірі телевизор деп алатын болсақ, телевизор. Телевизорден сіз нені көресіз? Сол ішіңізде болып жатыр деген нәрсе да. Экран, как экран. Соны көрсетеді айнала. Сізді көп ренжіте ма, значит, өзіңізде реніш көп. Сізді көп алдай ма, өзіңізді көп алдайсыз. Ақша сізге қиын кеп жатыр ма, мысалы, табысқа байланысты, ақшаға байланысты. Ақшаға деген ойыңыз дұрыс емес. Ақшаға деген сондай қорқыныш бар, не бар, ақша ол жаман, қолдың кірі деп бүйтіп алшақтайсыз. Лучше мен осылай жүре берейін деген секілді. Бұл сананың түбіндегі қалып кеткен, бала кезімізден қалыптасып кеткен программалар ғой. Ол программа біз есейгенде де жұмыс істей беретін программалар ол. Сондықтан жарылады осындай кезде. Өзімен жұмыс жасамаса, дер кезінде жұмыс жасамаса, не экологично жарылып кетеді. Яғни солай ұрыс-керіс болады, өкпе реніш болады, больницаға түседі, тағысын тағы ол қарым-қатынасқа да сызат түсіреді, денсаулыққа да әсерін тигізеді. Сөйтіп не экологично болады. Ал экологиялық түрде ол өзімен жұмыс жасау. Просто өзіңе ақша қиясын, уақыт қиясын, фокусыңды өзіне қиясын, психологқа барасың, психотерапевтке барасың, и солай өзімен жұмыс жасайсың. Зато экономишь время, энергии, силы, нервы. Вот сондай. Тамағым жыбырлап кетті. Кешірім сұрайын. Тамағым қышып кетті. Сонымен сондай, қараңыздар, трансформация деген нәрсе ол өзгеріс. Ойды өзгерт, өмірің өзгерет деп каждый психолог, каждый коуч, каждый ментор айтып жатыр. Ойды өзгертсең, өмірің өзгереді. Бұл аспаннан алынып жатқан нәрсе емес. Бұл Құранда да жазылып тұр. Құранда да, бұл Алланың да сөзі. Өздеріңді өзгертпейінше, Алла тағала өзгертпейді. Қандай да бір қоғам, не адам өзінің ішкі халін өзін өзгертпейінше, оны өзгертпейді дейді Алла тағала. Көрдіңіз бе, бұның да бұл жақта да хикметті, мудрость. Қалай сонда мен өзім өзгермейінше, қалай сонда өмірім өзгермейді деген кішкене ой толған болу керек та адамдар, ой толған. Кішкене ойлану керек. Қалай мен өзгерем?
қайтсем мен жақсы өмір сүремін, қайтсем мен денсаулығым жақсарамын, қайтсем мен күйеумен қарым қатынасымды жақсартамын, қайтсем мен табысымды арттырамын, қайтсем мына өмірімнің сапасын арттырамын, қалай не істеймін деп ше талпынған адамға осындай алдына шығады, негізі өйстіп келтіріп қояды, адам жібереді, осындай видеолар шығады. Неспроста, бұның бәрі неспроста. Кездейсоқ деген нәрсе жоқ. Осындай сөздерді, мысалы сіз бұған дейін де, меған дейін де біраз адамдардан естіген шығарсыз, қазір қайттан тағы да естіп жатырсыз ба? Тағы да естіп жатырмын ғой, қойшы, очередной нәрсе деп өткізе салуыңыз да мүмкін. Немесе мен бұны тағы да естіп жатырмын. Неге осындай алдынан шыға берді? Может, это знак деген секілді басқаша ойлансаңыз, ойымыз бұрылады. Вот көріңіздер, таңдау. Енді жаңағы трансформацияны неге айтып жатырмын? Трансформация марафонына жұмыс істегісі келетіндер, яғни өзімен жұмыс жасап, өзімен өмірін өзгерткісі келетіндер, өмірінің сапасын өзгерткісі келетіндер, ойын өзгертіп, дамып, жетілгісі келетіндер. Марафонға шақырам. Марафон, трансформация марафоны жаңа мен деген. Жаңа мен, жаңа сен. Жаңа өзіңді создавать етеміз, жасап аламыз. То есть, қалай мен өзгерем? Өзіңді жасап аласың, жаңа образыңды, жаңа мышление, жаңа ой жүйесін, жаңа нәрсені, то есть жаңа әдеттер, жаңа сөздер, жаңа установкалар, жаңа ойлау жүйесі, мышление, барлығына жаңарту керек. То есть обновление, апгрейд дейді ғой. Мысалы сіздің компьютеріңізде, мысалы телефоныңызда бір не тұр, программа тұр. Android немесе iOS, сол өзінің бір несі келген кезде, уақыты келген кезде ескіреді. Обновление деп келіп тұрады, уведомление. Мынандай нәрсе обновляция етіледі деп. Сол обновляция етілгенде кішкене функциялары өзгеріп басқаша болып істейді. Компьютерде, телефонда. Сол сияқты ғой, басымызда программаны обновлять етіп тұру керек та, жаңартып тұру керек. Сол баяғы бұрынғы қат қалған, ескі, құсқы, жаман, сондай мышление немесе әрекеттер, сөздер, установкалар, өкпе, ренішпен адам өзгермейді. Вот сол өзгермейді. Соны жаңарту керек. Қалай жаңартамыз? Жаңа мен деген марафон, яғни трансформациялық марафонында мен бөлсем. 7 күн болады. Бірінші біз состояниемен жұмыс жасаймыз. Состоянияны реттеу, жақсарту, техника, энергияны арттыру. Медитация, күйзелістен арылу медитациясымен бөлсем, айтатын болам. Сол медитацияны бірге жасаймыз. Ол медитация енді сізге, білесіз ба, өміріңіздің соңына дейін болатын азық қой. Медитацияның кайфын біліп алсаңыз, ой, күшті ғой. Уайымды, қайғыны азайтатын нәрсе бұл. Өкпе реніштен арылу, техника, мақсатты дұрыс қою. Әдіспен бөлсем, күйеумен қарым қатынасты жақсарту, ақшаны еселеу. Қарызыңыз болса, сол ақшаны қалай еселейміз, қалай не істейміз, соны сабақта бөлісетін боламын. Марафон 7 күн болады. Инстаграмда болады, Зумда болады. Инстаграмға тіркеліп, еще деген басылып тұр ғой, соны басасыз да WhatsApp сілтемеге өтіп, мен марафонға қатысам деп жазасыз. Деп жазыңыз да, чекті соған жібересіз. Енді марафон тегін емес, марафон 10 000 теңге. Трансформация жаңа мен марафоны 10 000 теңге. Қол жетімді баға. Өмірімді өзгертемін, өзімен жұмыс жасаймын, ойымды өзгертемін, состояниемді жақсартқым келеді, энергиямды арттырғым келеді. Вот здесь и сейчас өмір сүруді үйренгім келеді, уайым қайғыдан арылып, рахаттан өмір сүруді үйренгім келеді дегендерге мен сіздерге работающий методпен, техникалармен, әдіспен бөлсем.
бөлсем, өзімнің қанша жылдық жасап жүрген техникаларым, методтарым, және де бұны басқа адамдарға, яғни клиенттерге ұсынып жүрген техникалармен бөлісемін. Марафон бағасы 10.000 теңге. 7 күн болады. 7 күн 25-не басталады. Алла бұйыртса. Иншалла 25-не басталады. 7 күн. Жаңа мен, өзіңді өзің қалыптастырып аласың, яғни жасап аласың етіп. Мысалы, пластилин секілді да, пластилиннен ананы мынаны қылып бір фигура қыласың ғой, фигура бір создавать етесің ғой, 3 бұрыш немесе 4 бұрыш деген секілді да, қалып. Сол сияқты өзіміз осылай жасап аламыз. Әрекет істеу керек. Сол дұрыс әрекетті мен сіздерге бөлісемін. Енді неге тегін емес? Неге тегін емес? Тегіннің өкінішке орай қадірі болмайды. Тегінді сіз қарамайсыз да. Тегінді сорпаста татымайды да оны. Мысалы, тегін қаншама сабақтарды алып жүрген шығарсыз, оны біреусін қарасаңыз, біреусін қарамадыңыз. Даже сатып алғандардың өзінде қарайтындар бар, қарамайтындар бар. Ұмытып кетіппін, үйтіп кетіппін, бүйтіп кетіппін деп, сонымен достық та өшіп қалады, сөйтіп жүргендеріңізде бар ғой. Дұрыс па? Өтірік емес қой. Қаншама менде де сондай болған. Сабақты көре алмай қалдым, уақытым болмай қалды деп созып жүретіндер де болған. Енді әр адам өзіне байланысты. Пысық болу керек та, пысық. Қазір жалқауланып, біреуден күтіп отыратын заман емес. Қазір өз-өзіңізге жұмыс жасайтын заман. Қазір өз-өзіңізге жұмыс жасап, өзіңіздің рахатыңызға өмір сүретін заман ғой. Қазір барлығы доступный ғой. Барлығы доступный. Өзгеремін, оқимын, дамимын, жұмыс істеймін деген адамға мүмкіндік деген молынан шексіз прям беріп жатыр. Алла тағала беріп жатыр, күнде беріп жатыр. Біз не істейін? Алу керек. Соны алыңыз. Сіздермен Құдай қаласа марафонда кездесеміз. Эфир сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Пайдалы болса, лайк басып, комментарийде бөлісіңіздер. Қандай ой түйдіңіз, қандай инсайт алдыңыз. Маған бұл өте маңызды. Әрбіріңіздің инсайтыңыз, әрбіріңіздің ойыңыз маңызды. Бөлісіңіздер. Жақсы, онда сау болыңыздар. Сіздермен келесі сабақта, келесі эфирде жолыққанша аман есен болайық.